егер сіздің контентіңіз Инстаграмда және Ютубта адамдарға қызық емес, өтпей жатса, былай айтқанда, онда осы видеоны до конца көріңіз, сізге міндетті түрде пайдасын тигізеді. Кеттік. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Асқар Нұраков. Бүгін мен Инстаграмда немесе Ютубта контентті қалай жақсылап, дерзкий қылып, адамдарға қызықты қылып жасаудың 4 жолын айтатын боламын. Осы 4 жолды сіздер қолданып, видеоларыңызға немесе фотоларыңызға, мүмкін посттарыңызға дегенде, осыны пайдалансаңыздар, сіздерге міндетті түрде пайдасын тигізеді. Ол үшін біз әдеттегідей лайк басып, комментарий жазып, мені қолдасаңыздар, сіздерге алғысым шексіз. Ендеше айта кетсек, бірінші себеп сіз адамдардың, яғни подписчиктердің сол темаға, бір темаға сәйкес проблемасын айтасыз. Мысалы, мен белгілі бір теманы айтып, проблемалар. Не үшін сен ютубер бола алмай жүрсің? Сол туралы айтамын да. Ютубер. Мысалы, ютубер деген ютубпен айналысатын адам. Ютубпен айналысқың келеді, бір проблемаларың бар сенің. Сол не үшін бола алмай жүрсің, сол проблемаларды жіктеп айтып беремін. Сенің уақытыңды бөлмеуің, және сабақтарды көрмеуің, жалпы сондай проблемаларды айтамын да, бойлдарды. Немесе тағы да әйел адамдарға айтып кетейін. Мысалы, біреу торт пісіріп үйретеді делікші. Курстар болсын жалпы айтқанда. Сол торт пісіруді, неге сен торт пісіруді үйрене алмай жүрсің? Неге сен уақыт бөле алмайсың? Жалпы сондай бойлдарды айтады мысалы. Сондай нәрселерді сіз бойлды ұстап, проблемаларын айтасыз. Ол бірінші себеп, яғни проблемаларын айту. Адамдардың көкейінде жүрген ойларын. Яғни сол проблемалар олардың бойлдары дейді. Соларды сіз айту керексіз. Ол бірінші себеп. Енді екінші себеп. Басқалар не істейді, сіз не істейсіз? Мысалы, мен жаңа ютубтың темасында басқалар сізге ютубта былай үйретеді, ал мен сізге былай үйретер едім. Сіз мысалы бүгіннен бастап, немесе жалпы ертеңнен бастап, бір уақыттан бастап сіз мына шагта бастайсыз, мен сізге шаг за шагым үйретем, а басқалар сізге қалай осылай үйретеді, мүмкін олардың анандай, мынандай. Жалпы мен не істеймін, басқалар не істейді. Сізден үйрену керек. Жалпы сізден жақсы екеніңізді, сіздің контентіңіз, былай айтқанда контентке тарту ғой, сіздің контентіңіз ерекше екен, сізді көру керек екен деген сөз шығып тұрады бұл жерде. Жалпы жаңағы қыздар мәселесін айта кетсем, торт пісірген кезде деген мен былай үйретем, значит мені қарау керек деген сөз, басқалар емес, мені қарау керек деген сөз. Жалпы айтқанда бұл екінші себептің атауы, басқалар не істейді, мен одан да жақсы қылып істеймін деген сөз. Мені көру керексің деген сөз. Бұл екі. Үшінші себеп, проблемалардың шешімін айтасыз. Бірінші айтқан проблемаларыңыз бар ғой, айтып кеттіңіз ғой, осылай сіз үйрене алмай жатсыз, немесе торттың мәселесі, сіз торт пісіруді неге шегеріп жатсыз, мынандай. Сол мәселелерді сіз шешімін айтасыз. Бірге бір жазып аласыз. Ютубер не үшін бола алмай жүрсің? Ютубта неге просмотрың аз, подписчиктерің неге емес? Мысалы, ютубте мен мысалы былай айтамын. Неге просмотрың аз дегенде сенің контентің қызық емес. Қызықты қылып түсіру керек контентті. Сол кезде саған көп ақат береді. Подписчиктерді қызықтыра алу керексіз. О жағына мән беру керексіз. Жалпы айтқанда қалдыратындай контент түсір деген. Сол сияқты шешімдер айтамын. Ал жаңағы торт мәселесінде, торт пісірген кезде сіз былай бастайсыз. Бірінші проблема, екінші проблема, жазып алған проблемаларыңызды сіз жіктеп айтып беретін боласыз. Бұл үшінші, яғни проблемалардың шешімі, үшінші тема болды. Енді төртінші себеп, келесі контентке қызықтырып кету. Мысалы, келесі видеода мен ютубтан қалай ақша табу жайлы түсіндіретін боламын. Сол сияқты ол адамдар, сізді көріп отқан адамдар келесі постыңызды күтетін болады сол себепті. Жалпы қызықтырып кету. Мысалы, торт мәселесінде келесі мен постта, немесе келесі видеомда, немесе IGTV-де, келесі менің контентімде мен бір нәрсе деген вупипай, мысалы, бір тортты қалай пісіріп отқан жайлы түсіретін боламын деген сияқты сөздерді айтып кетесіз. Міне осы 4 себепті сіз қолданатын болсаңыз, сіздің постыңыз, немесе Инстаграмдағы видеоңыз болсын, ютубтағы видеоңыз болсын, осылар сізде қызықты болады. Жалпы осыған адамдар қызығып қарайтын болады. Жалпы сіздерге айтатыным, сіздер тоқтатпаңыздар, мейлі ютубта адамдар қарамасын, Инстаграмда ешкімге қызықпасын, бірақ сіз осылай дамып өзгере бастайсыз. Басында ешкімнің видеосы идеальный болмайды, идеальный ешкім сөйлей алмайды, но уақыттың өтуімен сіздер уже өзгере бастайсыздар. Мысалы, көріп отырсаңыздар, сізде опыт пайда болады, сіздер қателесумен бастайсыздар. Видеода дұрыс сөйлей алмауы мүмкінсіздер. Әрине, мен де мысалы керемет емеспін, бірақ шамам келгенше жасап жатырмын білгенімді. Бірақ осылай келе біз үйренеміз. Сол үшін де
сіздер бастысы тоқтамаңыздар. Мүмкін дұрыс емес іс жасап жатсыздар, мүмкін, бірақ сіздер уже тура жолды уже біліп жатсыздар да осы бизнес саласында, именно осы видео жасау саласында. Бірақ сіздер енді дами бересіздер. Сол үшін де тоқтамаймыз, жалғастырамыз. Енді келесі видео жалпы айтқанда Инстаграмның стористі ақпатын қалай көтереміз, сол туралы айтатын боламын. Неге Инстаграмда, яғни сторис білесіздер, ақпат төмен түсіп кетеді, неге көтеріледі, сол туралы айтатын боламын. Оларды білсек, біз Инстаграмда ақпатымызды көтереміз. Ал ақпатымыз көтерілген сайын біз сатуды да көбейтеміз адамдарға. Жалпы айтқанда сіздермен бірге болғаныңызға рахмет. Каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, бөлісіңіздер. Сау болыңыздар.